Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Менің есімім Алия. Мен сіздерге бүгін мынандай құрбақаның тоқылу жолын көрсетемін. Бұл құрбақа крючокпен тоқылған. Ешқандай детальдары тігілмейді. Цельновязанный құрбақа. Көздері на безопасном креплении. Мынандай безопасный креплениядағы көздерді пайдаландым. Цветной радужкасымен, артына заглушкалары. Әрине бізге қайшы қажет болады бұл ойыншықты тоқып бітіру үшін. Крючок қажет болады, холофайбер және жіп қажет болады. Мындай аузын қызыл қылдыртып тігіп шығу үшін, я болмаса қызыл түсті, я болмаса мынандай яркий розовый түсті жіп керек болады қосымша. Бұл құрбақаны тоқу жолын мен сіздерге диктант мастер-класс ретінде көрсететін боламын. Сондықтан да бұл мастер-класс, бұл видео мастер-класс мүлдем тоқи алмайтын қыз-келіншектерге қиындау болады. Ал егер де сіз бұрын тоқып көрген болсаңыз, крючокпен жұмыс істеп көрген болсаңыз, петля подъема, столбик без накида, столбик с накидом, воздушная петля деген секілді тоқымалы сөздерді түсінетін болсаңыз, менімен тоқуға сіздерді шақырамын. Жаңа айта кеткенімдей, бұл ойыншықтың еш қолы аяғы еш жерімі тігілмейді, барлығы да цельновязанный. Сонымен де бұл ойыншық ыңғайлы, ярмаркаларға шығатын қыз-келіншектерге өте жақсы болады деп ойлаймын. Ярмаркаға күшті кететін ойыншық. Мендегі Volans Bunny Baby деген плюшевый пряжа. Бұл плюшевый пряжаға мен 3,5 крючок пайдаланамын. Жаңа айта кеткенімдей, холофайбер, глазки на безопасном креплении және қайшы қажет болады. Ал тоқуды бастаймыз. Бірінші тоқуды бастағанда біз астынан бастап тоқып жатырмыз. Мында 10 воздушный петля тоқимыз. 10 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және де 1 петля подъемы. Сондағысы мында толық цепочкада бізде 11 воздушный петля болу керек. Біреуі ол петля подъемы. Екінші петлядан бастап, екінші петляға біз 2 столбик без накида тоқитын боламыз. 1, 2. Енді мына цепочканың бойымен ешқандай өзгеріссіз мына жерге дейін тоқып шығамыз. Әр столбикке 1 столбиктан. Екеуін тоқыдық. Келесісіне. Келесі петелькаға 1 столбик. Одан кейін 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына 9-шы соңғы петелькаға біз 4 столбик без накида тоқитын боламыз. Бұлайынан айналып мына бетіне өту үшін. Біз мына басында бірінші столбикке 2 петелька тоқыған болатынбыз. Ал мына столбикке 4 петелька тоқып жатырмыз, былай бұрылу үшін. Соның ең соңында мында тағы да 2 петелька тоқитын, 2 столбик без накида тоқитын боламыз. Сонда бізде мына жағында 4 болады, мына жағында 4 болады. Ол былайдан круговорот айналу үшін. Соңғы петельге 1 тесіктен 4 столбик шығарамыз. 1, 2, 3, 4. Енді мына жерге дейін без изменения былай тоқып шығамыз. 1 столбиктан. 1 столбиктан әр петляға. 1, 2, 3, 4,
мынау соңғы столбикке 2 столбик тоқитын боламыз. Соңғы петелькаға 2 столбик тоқитын боламыз. 1, 2, сонда мұнда 4 болды, мұнда 4 болды. Басында и аяғында. Ең басында тоқылған столбикке соның басына 2 петельканы бірдей тауып аламыз. Плюшевый пряжада оны табу қиынырақ әрине, бірақ бұрын соңды тоқып көрген болсаңыз, көріп және түсініп тұрасыз қай жерде орналасқанын. Осылай соединительная петля жасайтын боламыз. Енді воздушный петля жасаймыз. Петля подъема жасаймыз. Төбеге көтерілу үшін. Бұлайынан бізде қазір 24 петелька болу керек. 24 столбик болу керек. Еш өзгеріссіз осылайынан айналып 24 столбик тоқып шығамыз. Петля подъема жасадық. Дальше тоқимыз. 1, 2, 24. Енді мұнда соединительная петля жасаймыз. Міне бізде екінші ряд бітті. Біз мұнда астынан тоқып келе жатқанда, осылайынан екінші рядымыз бітті. Бірінші ряд ол бұлайынан 24 петляны айналып тоқыған болатынбыз. Енді екінші рядты бітірдік. Бұлайынан санап шығатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бізде 9 ряд без изменений төбеге қарай 24 столбиктан тұратын болады. 9 рядты еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Бұлай аяқтан ортасынан бастап, біз 2 рядты тоқып тастадық. Дальше бұлайынан толықтырып 9 рядты тоқимыз. 10-шы рядта артқы жағынан тоқитын боламыз. Петельканың артқы столбикті артқы петлядан алып, ернін тоқитын боламыз. Оған дейін 9 рядты еш өзгеріссіз 24 столбиктен тоқып шығамыз. 2 рядты бітті бізде. Петля подъема жасалды. Дальше тоқимыз. 24. 24. Міне
қайтадан соединительная петля бірінші неге алдында тоқылған бірінші рядымызға. Осылай бізде мысалға уже 3 рядымыз тоқылып бітті. 9 рядқа жеткізу үшін тағы да 6 ряд тоқуымыз керек. Үстіге қарай 6 рядты 24 столбиктен өзіміз самостоятельно тоқып шығайық. 6 рядты тоқып болғаннан кейін кездесеміз. 10-шы рядта сіздерге мынандай ерінін тоқуды көрсететін боламын. Ал қазір самостоятельно үстіге қарай 9 рядқа басынан бастап 9 рядқа толтырып, ешқандай өзгеріссіз 24 столбиктен тоқып шығамыз. Міне мен мында 9-шы рядтың аяғына келдім. 9-шы рядтың соңғы столбигі және де соединительная петля. Міне былай қарасақ, біз құрбақаның 9 рядын бітірдік. Міне. Енді осы рядтан бастап, келесі рядтан былай ерінін тоқып кетсек болады. Я болмаса тағы да бір ряд қосып, сәл ұзынырақ қылсақ болады. Бұл өздеріңізге байланысты. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шы рядтан кейін 11-шы рядта мен ерін тоқыппын мұнда. Бізде мына жақта 10-шы рядты тағы да тоқиық. Бірге отырып. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл 10-шы рядта ешқандай өзгеріссіз 24 столбик әр петляға тоқылады. Тоқимыз 10-шы рядта. 11-12-ші рядта ерін шығарамыз қазір. Оныншы рядтың соңғы столбигі және де мында соединительная петелька. Не. Енді біз қайтадан петля подъемы жасаймыз. Алдыға былай қарап аламыз. Біз мысалы мына жерден ерінді бастап кететін болсақ, ол қисық басталады, иә? Сол үшін біз дәл ортасынан былай басталу үшін алдыға кішкене жылжып алуымыз керек. Сіздерде мынандай қосып тоқығаннан кейін біз спираль бойынша тоқып жатқан жоқпыз ғой қазір. Соединительный петлямен тоқып жатырмыз. Сол үшін сіздерде стык былай айналып кетуі мүмкін. Міне менде де кішкене жылжыған былай қарай, артқа қарай. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Мысалға сіздер 4 петля алға тоқуларыңыз мүмкін. Я болмаса сіздерде мына жерде болуы мүмкін. Сіздер бірден ерін бастап кетулеріңіз мүмкін. Ол жағын өздеріңіз былай қарайсыздар. Өздеріңіз полотноларыңызға тоқылған қараңыздар және де алдыға қарай жылжып, мысалға мен қазір алға неше петля жылжитынымды айтам. 1, 2 петля. 2 петля жылжыдым. 3-шіден бастап ерін бастаймын дейме. 2 петля жылжыдым. 3-ші столбикке уже мен біздің столбиктарымыз 2 неден тұрады ғой, соның артқы несіне жіпті қыстырып 9 рядты артқы за заднюю петельку тоқып шығам. Осылайдан артқы петлялармен 9 столбикті артқы петлямен тоқып шығам. Ол міне бұлай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ба, қараймыз. Біздің ерніміз ортада орналасқан ба? Иә. Мысалы, мына жерден мына жерге дейін орта болып есептелінеді. 9 петляны артқы столбигінен, то есть 9 столбикті артқы петлясынан қыстырып тоқып шықтық. Міне алдыңғы петлялары бізде мында көрініп тұр, алдыңғылары қалды. 10-шы петляға біз кәдімгідей екеуін де алып, до конца мына жерге дейін тоқимыз, соңына дейін, өзгеріссіз. Былай тоқып шығамыз. Соңғы петля. И соединительный столбик тоқимыз. Қайтадан петля подъема. Мен мында осының алдындағы неде 2 столбик, одан кейін артқы петляға тоқыдым, артқы петлядан бастап тоқыдым. Дәл солайынан үстінде де жасаймын. Мысалға мына 1, 2. Енді қайтадан 9 столбик артқы петляларын қыстырып тоқып шығамын. Ол былай. Және дәл астындағыдай артқы петляны ғана қыстырып 9 столбик тоқып шығамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді қалған столбиктарды екі жағында қыстырып, полноценный столбик қылдыртып, соңына дейін тоқып шығамын. Жиырма төртінші столбик и соединительная петля. Міне, астынан 9, үстінен 9 қалдырып кеттік. Бұл ерінің орны. Бұны біткеннен кейін қазымнан толығымен төртбұрыш туловищесін, денесін, төртбұрыш денесін тоқып болғаннан кейін көрсетемін қалай ерінен шығару керек екенін. Міне 9 тоқып болғаннан кейін без изменений бір ряд тоқып шығамыз. 24 столбиктен өзгеріссіз бір ряд тоқып шығамыз. 1, 2, 4, 24. Бітірдік. Ал енді ерін үстінде ерін тоқыған столбик, оның үстінен бір столбик 24, бір ряд 24 столбиктен өзгеріссіз тоқып шықтық. Енді келесі рядта біз убавка жасаймыз. Кішірейту үшін басын. Оны былай жасаймыз. Мысалға міне 1, 2, убавка. Убавка дегеніміз ол 2 столбиктен жіпті шығарамыздағыны басын біреу қылып қосамыз. Мысалға міне 1, 2, обычный столбик, және де келесінде убавка жасау үшін біреуінен шығарып аламыз жіпті, екіншісінен шығарып аламыз жіпті,
және де қосамыз. Бұл убавка болып есептелінеді. 2 столбик убавка, 2 столбик убавка, соңына дейін солай тоқып шығамыз. Убавка, 1 столбик, 2 столбик, убавка, 1 столбик, 2 столбик, убавка. Осылай тоқып шығамыз. Енді келесі столбикта 1 столбик және де убавка тоқуымыз керек. Бірақ одан бөлек біз мынандай көздерін шығаруымыз керек, осылайынан үлкейтіп. Оны қалай жасаймыз? Оны былай жасаймыз. Біз қазір мында ортасын тоже тауып аламыз. Көздері мына жерде екі шетіне орналасқан ғой. Осылай екі шетінен орналасу үшін сіздер мысалға мен секілді мына жерінде біткен болсаңыз, бірден убавкадан бастайсыз. Убавка и ал егерде сізде мына жақта басталған болса, біткен болса, тоқымаңыз. Біз соединительная петлямен тоқып жатырмыз қой, жаңа айта кеткенімдей. Онда сіз алға қарай кішкене жылжып алуыңыз керек. Оны біз мысалға былай тоқимыз. Мен бірден убавкадан бастаймын. Былайнан убавка. Енді бір обычный петелька тоқуым керек қой. Оның орнына мен накид жасаймын. Бір петляға 3 петля с накидом тоқимын. Ол мені былай біреуін тоқыдым. Енді қайтадан накид жасаймын. Мына жіптен өткізбеймін. Менде 2 жіп крючокта. Қайтадан накид жасап, дәл сол орынға тағы да істеймін. Енді 3 петля болды. Енді қайтадан накид жасап, қайтадан сол петляға тоқып шығамын. Міне осылайынан қалған 4 петляны өткіземін. Бұл сондай бугорок жасаймыз. Осындай төмпешік қылдыртып, көзін тоқу үшін жасадық. Енді келесісіне біз убавка жасауымыз керек. Дәл солайынан убавка жасап кете береміз. Мына көзінің орны. Одан кейін бір петелька обычный. Сосын қайтадан убавка. И бір обычный петельканың орнына дәл осындай қылдыртып көзін тоқимыз. Ол қайтадан накид жасаймыз. Петляға саламыз. 1, 2, қайтадан 3-ші накид. 3 столбик, 1 накидпен тоқып шығамыз. Осылайынан. Бірақ төбесін 3 столбик қылдырмай, 1 төмпешік қылдырамыз. Одан кейін убавка кетеді бізде. Сосын 1 столбик кетеді. Убавка. 1 столбик. Убавка. Және 1 столбик. Өйткені біз убавкадан басталған болатымыз. Ең соңында 1 столбик қалады. Енді мына жерге соединительная петля жасаймыз дағына. Енді осы мезетте біз былайынан көздерін қыстырып салып аламыз безопасный креплениедегі. Және де ішіне холофайберді толтырып холофайбер салып аламыз. Бірінші көздерін қыстырайық. Қай жерге қыстырғымыз келеді, оны өзіміз былай қарап тауып аламыз. Мен мысалға мына жерінен былайынан қыстырайын. Мына көзін мына жерге. Мына артына радужкасын салып, былайынан көзін қыстырып, артына заглушкасын қадаймыз.
және де ішіне холофайберді қатты толтырмаймыз. Өйткені қатты толтырсақ бұл томпақ болып кетеді. Мынандай төртбұрыш қызықты формасы көрінбей қалады. Ішіне жеймедеп холофайберді саламыз. Холофайбер егер сіздерде, менде осы жолы келген холофайбер мындай бір-біріне жабысып қалған болып келді. Өйстіп ашып салсақ, ол формасын жақсы сақтап, жұмсақ болып, үлпілдек болып тұрады. Ішіне холофайберді салып аламыз. Өзіміз саусақтармен, я болмаса қайшымен, крючокпен бүйтіп распределять етіп, бұрыштарына да өткізіп аламыз. Андай қызғылықты төртбұрыш формасын көрсетіп қою үшін. Слой наполнительді саламыз. Көздерін де былай жылжытып қоямыз. Енді бізде мында 12 петелька қалған, 12 столбик қалған болатын. Ол 12 столбикқа 6 убавка тоқып шығамыз. Петля подъема жасаймыз. Бізде 24 столбик болды ғой. 24-ті 2 убавка, 2 столбик убавка, 2 столбик убавка қылып 18 қылып алған болатынбыз. 18-ді 1 столбик убавка, 1 столбик убавка қылдыртып 12 столбик қылып алдық. Енді біз 12-ні 6 убавкамен тоқып, мына отверстияны, мына тесікті жабатын боламыз. Ол үшін 1 столбик подъема, 1 петля подъема жасап алдық. Енді барлығын убавка жасаймыз. 1, 2, 3. Көзді орнатып қойғаннан кейін сәл ыңғайсыздау болады енді тоқу. Бірақ сонда да үстіп тоқимыз. Қазір көзді орнатып алмасақ, одан кейін орнату мүмкін емес болып қалады. Егер сіздерде безопасный креплениядағы бұндай қадалатын винтовой көздер болмаса, сіздер клейлеулеріңізге болады, я болмаса тігіп шығарсаңыздар да болады көздерін. Соңғы убавкамыз и соединительная петля. Мынау кішкентай отверстияны қазір қалай жабуды көрсетемін. Оған біз жіпті кішкене ұзындау қалдырып қиып аламыз. Жібін шығарып тастаймыз былай. Және де былайынан петлялардың арасымен крючокты өткізіп, жіпті тартып отырамыз. Осылайынан. Ішіне кішкене тағы да холофайбер салып жүруге болады. Осылайынан қайшының көмегімен кішкентай отверстиядан. Сіздерге кішігірім лайфхак. Осылайынан толмаған жерлеріне былайынан наполнительді толтыруға болады. Және де сіздерге тағы да бір лайфхак болсын. Ішіне холофайбер болмаса, я болмаса сізде біздің табиғатымызды аялағыларыңыз, құтқарғыларыңыз келсе, бүкіл тоқымашыларда барлығымызда артылып қалған кішкентай жіптер болады. Сол жіптерді қоқысқа тастамай, осылай ойыншықтарды толтыруға пайдалансақ болады. Ол да өте экологично және де безопасно кішкене балаларға. Осылай
ішіне жетпеген холофайберді наполнительді толтырып салып алдық, және де былайынан жаңа көрсете кеткенімдей өстіп столбиктердің арасынан өткізіп мына жіпті тартып отырамыз. Мына тесікті толығымен жабу үшін. Міне екінші рет тарттық. Былай тағы да соңғы рет былай тартамыз. Содан кейін любой жерінен бүйтіп крючокты тығып, былай мына жіпті үстіп шығарып аламыз. Егер плюшевый жіппен тоқып отқан кезде былайынан жіпті тығу өте оңай. Әрине хлопок, либо полухлопок акрил жіппен тоқсаңыз бүйтіп тыға алмайсыз. Қазір бұл емес, басқа басы жіңішкелеу қайшын алайын. Міне, басы жіңішкелеу қайшымен мен былайынан мына қалған жіпті жай үстіп ойыншықтың ішіне тығып жүремін. Қимай, оны ештеме қылмай, жай былай спрячем кончик нашей пряжи. Үстіп тығып қоямыз. Міне, болванкамыз біздің дайын. Бірінші былайынан денесі десек болады. Енді ерінің аузын тоқып шығарайық. Мынандай құрбақалардың өстіп қойып қояйын, сіздерге көрініп тұрсын. Бірінші аузын тоқып шығарайық. Сосын қолдарын қалай тоқу керек екенін сіздерге көрсетемін. Аузын тоқу үшін біз мына жақта қалдырған астынан 9, үстінен 9, бірінші астындағы 9-тықтың бірінші петелькасынан бүйтіп крючокты кіргіземіз. Мына жіпті шығарып аламыз. Байлаймыз. Сол жерге қайтадан крючокты салып, бір петля тоқимыз. Ары қарай былайынан 9 петляны тоқып шығамыз. 9 столбикті, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді мына үстіне қарай өтуіміз үшін, үстіне жағын 9 петлясын тоқуымыз үшін біз бір воздушный петля жасаймыз. Ол былайынан бір воздушный петля жасаймыз, және құрбақамыз бет тоқуаттық қой, былайынан аударып аламыз. Мына үсті жақтағы петелькаларды аламыз. Үстінен де 9 петляны тоқып шығуымыз керек, 9 столбик тоқып шығуымыз керек. Былайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Енді мына жағына қосылу үшін тағы да мына жақта жасағандай бір воздушный петля жасаймыз. Мына жақтың ең бірінші тоқылған столбикке соединительная петля жасаймыз осылайынан. Енді мына жіпті былайынан қиып алып тастаймыз, шығарамыз. Бұл екі жіпті тығуымыз керек енді. Былайынан тұрса әдемі емес қой. Жіптерді тығуымыз үшін мына жаңа аяқтаған жібімізді бірінші мына жағынан шығарып аламыз. Тығу ыңғайлы болу үшін екеуі де шықты, жарайды, екеуі де шыға берсін. Және де мына басын жаңағыдай тыққандай, мына жағында аяқтадық қой жібін, басқа жағынан крючокты шығарып, дәл солайынан басқа жағына крючокты сұғып,
мына жағына салайын. Былайынан жіпті тартамыз. Кішкене холофайберді, наполнительді ішінен шығып кету мүмкін. Ештеңе қылмайды, оны жаңағыдай қайшымен қайтадан салып тастаймыз. Міне шығардық, енді екіншісін де шығаруымыз керек. Екінші жіпті де үстіп шығарып алдық. Бұл да холофайбермен бірге шығып кетті. Өкінішке орай, бірақ ештеңе қылмайды. Бұны бүйтіп ішіне жаймен деп салып тастаймыз. Мүлде байқалмай да қалады. Плюшевый жіппен тоқылғанның бір жақсы жері осы. Наполнитель бірдеме шығып кетсе, былайынан ішіне сала салу, я болмаса қиып алып тастау өте оңай. Егер хлопок, полухлопокпен тоқысаңыз, былай жасай алмас едіңіз. Өйткені ол тесіктер үлкен болып көрініп қалады, әдемі емес болар еді. Ал былай плюшевый жіпте мүлдем көрінбейді. Слай, как ни в чем не бывало. Топ, алып тастаймыз. Міне уже құрбақаға ұқсап келе жатыр. Мына құрбақаға бұның көзін салдық, аузын тоқыдық. Енді қолдары мен аяқтарын тоқу ғана қалды. Қолдары да, аяқтары да бірдей тоқылады. Ол үшін біз мына жерден қарап аламыз. Қай жерінен қол жасағымыз келеді. Осы жеріне жіпті қадап аламыз. Сосын аяқтарына да осылайдан аяқтарының жібін қадап аламыз. Мысалға, мына жерге мен қолын мына жерден шығарғым келсе, осы жерге крючокты тығып, былайынан мына жіпті қыстырып қадап аламын. Ол үшін бүйтіп жаңа аузындағыдай сияқты, бірақ біз бұл жақтан артқы петлядан қалдырған жоқпыз ғой. Үстіп байлап аламын. Жай петляларға қыстырып алдым жіпті. Қайтадан сол жерге крючокты салып, осылайынан 15 воздушный петля тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бұл қолының ұзындығы. Енді 4 петля саусақтар үшін тоқимын. Оның 3 воздушный петлясы саусаққа кетеді, 1 воздушный петля, ол петля подъемының рөлін ойнайды. Ол үшін мені тағы да 4-тен тоқимын. 1, 2, 3, 4. Сондағысы толығымен мына қолында бізде 19 воздушный петля тоқылды. Енді артқа қарай екінші петлядан бастап 3 воздушный петляны тоқимыз. 1, 2, 3. Енді қайтадан 4 воздушный петля жасаймыз. Біз мұндағыдай саусақтарын тоқып жатырмыз. Тағы да 4 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Назад 3 петля қайтамыз. Өйткені 1 петля подъемның рөлін ойнайды. 1, 2, 3. Қайтадан 4 воздушный петля. 3 саусақ шығаруымыз керек. 1, 2, 3, 4. 3 воздушный петлямен назад қайтамыз. 1, 2, 3. Енді мынау 3 саусақты бір-бірімен біріктіру үшін мына жерге ең басына қайтадан келіп столбик без накида тоқимыз. Міне, біз 3 саусағын шығарып алдық. Енді назад артқа қарай қайтып мына столбикпен мына жерге дейін бағана ең бірінші тоқылған 15 столбикті артқа қарай 15 столбик тоқып шығамыз. Оның біріншісі уже тоқылды. Біз мына жерге қыстырылып қадалған кезімізде, қосылған кезімізде 3 саусақты бірге біріншісі тоқылып қойды. Енді 14 столбик қалды артқа тоқылатын. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15-ші столбик. Енді біз қолын бетіп қыстыруымыз үшін мына жердегі петляға өстіп алып, крючокты қыстырып, астынан үстіне қарай кіргізіп, жалғаймыз. Соединительная петля жасаймыз осылайынан. Енді жіпті қиып алып тастаймыз. Дәл мына бағанағыдай, мысалға ерінің басын жасағандағыдай, енді мына жіпті тығуымыз керек. Басқа жерінен жіпті шығарып, артық жіптерді тығып тастаймыз. Міне, шығарып алдық. Енді қайшымен ары қарай итеріп, жіптерді ішіне тығып тастаймыз. Мына жағында сөйтіп тығамыз. Міне бір қолы дайын. Дәл осылайынан мына жағынан да осылай қол тоқып шығарамыз. Екінші қолын самостоятельно тоқимыз. Дәл осылайынан тоқып шығарасыздар. 15 воздушный петля, 4 воздушный петля саусаққа, үшеуі саусаққа кетеді, біреуі петля подъема болып есептелінеді. Бұнда 3 воздушный петлядан саусақтарды шығарамыз. Қайтадан назад 15 петля қайтамыз. 15 столбикпен қайтамыз. Дәл осылайынан екінші қолын өзіміз тоқып шығарамыз. Міне бұлайынан екінші қолында тоқып шығарамыз дедім. Мен екі қолында тоқып шығардым. Енді аяқтарын тоқимыз. Аяқтары да дәл осылай тоқылады негізі. 15 петля, 4 петля подъема, әр саусақтарын тоқып, екі аяғын тоқып шығаруымыз керек болады. Бір аяғын тоқуды көрсетейін. Аяғын тоқып бастаған кезде дәл мына жерден алмаймыз. Сәл мына жақтан аламыз. Өйткені екінші бет тоқып келген кезде мына жағына қыстырыламыз. Мына жағында сияқты біз мысалға мына жерден бастадық қой. Осы жерден бастадық, толық тоқып келдік та, мына жеріне қыстырылдық. Сонда мынандай орын алып тұр. Примерно осындай орында аяқталады. Дәл мына жерден бастайтын болсақ, бұрышынан аяғын бастайтын болсақ, ол мына жерге жылжып кетеді. Ол әдемі болмайды. Сондықтан да біз аяқты тоқып бастағанда кішкене мына жерден аламыз. Крючокты қыстырып, қазір жіпті қыстырып аламыз. Тоқып болғаннан кейін ол мына жерінен бітеді. Ал мына екінші аяғын тоқығанда керісінше дәл прям бұрыштан аламыз дағыны. Бұрыштағы петелькаларға қыстырамыз жіпті, тоқып бастаймыз да мына жермен бітіретін боламыз. Қазір мен сіздерге бір аяқты тоқып көрсететін боламын. Сіздерге мына аяғын тоқып көрсетейін. Дәл мына бұрышынан емес, мына жерінен алып, мысалға бетіп крючокпен жіпті қыстырып аламын. Осылайынан өткізіп алдым. Байлаймын. Енді осы жерден бастап, дәл қолын тоқығандай 19 воздушный петля жасайтын боламын. Міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Егер сіздерге аяқтары бұдан да ұзын болғаны керек болса, бұдан да ұзынырақ қылып тоқсаңыздар болады. Я болмаса қысқартсаңыздар да болады. Главное, мен сіздерге қалай тоқылу жолын әдісін көрсетіп отырмын. 19 петля тоқып алдық. Енді артқа 3 петля қайтамыз.
дәл саусақтарында, қолдарында көрсеткенімдей 1, 2, 3. Қайтадан 4 воздушный петля. 1, 2, 3. 4, 3 петля назад қайтамыз. 1, 2, 3. Қайтадан 4 воздушный петля. 1, 2, 3. 4, 3 петля назад қайтамыз. 1, 2, 3. Енді мына 3 саусақтың бәрін бекіту үшін мына жерге қыстырыламыз. Ол біздің бірінші столбикіміз болып есептеледі. Бұлай артқа қайтатын 1 столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, мына жерге 10, 15 столбикті тоқимыз, және де мына жерге көрдіңіздер ме? Мына жерден бастадық, енді мына бұрышқа аяғын аяқтаймыз. Сонда бұрыштан әдемі болып шығып тұрады аяқтар құрбақан. Осылайынан шығарып, соединительная петля жасаймыз. Жібімізді сәл ұзынырақ қылып, қиып тастаймыз. Міне, келесі аяғын тоқып шығардық. Міне, бір аяғы бітті. Қолдары, 2 қолы, бір аяғы бітті. Енді мынаның да жіптерін дәл қолдарындағыдай, басындағыдай бүйтіп тастаймыз. Өткізіп аламыз басқа жағына. Плюшевый жіппен тоқылғанның бір жақсы жері осы. Жіптерін тоқу өте оңайырақ. Хлопок, я болмаса полухлопок. Шерсть жіптерінен тоқылғанда бұлай жасай алмаушы еді. Оны инеге жіпті сабақтап, сосын ғана тоқу керек болатын еді. Өйткені бұлайнан итеретін болсақ, әрине тесіктер үлкейіп, әдемі емес болып қалатын еді. Мынаны бұлайнан аккуратно қалған жіпті тығамыз. Міне. Тастаймыз. Міне, құрбақамыздың 2 қолы, аузы, бір аяғы дайын. Екінші аяғында жаңа айта кеткенімдей, дәл мына жерден емес, бұрыштан бастап, бұлайнан тоқып шығамыз. Екінші аяғы дәл мына аяқ секілді тоқылады. Екінші аяқты самостоятельно тоқимыз. Мінекей, біздің сіздермен тоқылған құрбақамыз дайын. Ал аузын анадай қызыл қылдыртып жасау үшін ол жай мынандай бір жіпті инеге өткізіп, ішінен тігіп шығасыздар. Сол кезде аузы қызыл болып көрініп тұрады. Ал бұлай біздің ойыншығымыз дайын. Міне, қолдарын, аяқтарын, ерінің, көзін бәрін сіздерге көрсеттім. Қалай тоқылғанын, қалай тігілгенін. Сіздерге тағы да бір нәрсе көрсетейін деп едім. Міне, мынау құрбақада, мына құрбақада барлығы да бір мастер-класспен тоқылған. Бұл менің мастер-классым. Өзім ойдан осыдан 4 күн бұрын құрастырдым. Көздерінің
қойылған расстояниесіне мысалға байланысты түрлері мүлдем басқаша. Вроде бы бір мастер-класс, бір мастер, бір жіппен, бір крючокпен тоқылған, бірақ үшеуі үш түрлі. Сондықтан да сіздердің де тоқылған құрбақаларыңыз өзгеше болуы мүмкін. Мен мысалға өзімнің ойыншықтарымды полукрестик тәсілімен тоқимын. Ол хлопок болсын, полухлопок болсын, я болмаса мына секілді плюшевый жіп болсын, мен полукрестик тәсілімен тоқимын. Егер сіздер обычный галочкамен тоқитын болсаңыздар, сіздердің құрбақаларыңыз бұдан сәл үлкендеу болуы мүмкін. Я болмаса енді крючокпен тоқып жүрсеңіз, бірақ тоқуды бұрын тоқып көрген болсаңыз, менің мастер-классымды түсінген болсаңыз, бірақ жақында крючокты қолға алған болсаңыз, сіз сәл бостау тоқуыңыз мүмкін деген секілді. Сізден размері басқаша болуы мүмкін. Я болмаса менен тығыздау тоқуыңыз мүмкін. Сондықтан да әр ойыншықтың түр келбеті және де размері ол сіздердің пайдаланатын әрине де инструменттеріңізге байланысты, ол крючок және де жіпке байланысты, оның толщинасына. Даже бір жіп болса да, мысалға мен тоқыған Wounds by Baby'дің де кейде сәл жұқалау келеді, кейде қалың, тығыз болып келеді. Ол партияларына байланысты жіптің. Сол секілді сіздердің құрбақаларыңыз басқаша болуы мүмкін, бірақ мен сіздерге тоқылу жолын көрсеттім. Қалай тоқылу жолын? Егер бұрын тоқып көрген болсаңыз, сіз міндетті түрде түсінуіңіз керек. Өте қиын емес, оп-оңай схема. Ярмарка мастер-класстарға шығуға өте жақсы ойыншық деп ойлаймын. Міне, менің тоқыған 3 құрбақам. Сіздерге ұнаған болса, осы видеоға, бейнебаянға лайк басып кетіңіз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен сіздерге түсінікті қылдыртып жауап беруге тырысамын. Я болмаса видеоны былай түсіріңіз деген сияқты кеңестеріңізде жаза кетіңіздер. Өйткені қазақ тілінде мастер-класс видео, мастер-класс түсіруім бұл менің бірінші видео мастер-классым қазақ тілінде түсіріп жатқан. Сондықтан да кейбір жерлерде қателескен болсам, я болмаса түсініксіздеу болса, жаза кетіңіздер. Сіздерден маған үлкен көмек болады. Видеом ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.